Баршаңызға сәлем, менің оқырмандарым. Көріп тұрғандарыңыздай, мен үй жағдайында лаваш дайындап көрдім. Дәмі өте керемет болып шығады екен. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге осыны ұсынғым келіп отыр. Ингредиенттері өте қарапайым, қолжетімді, және де қарапайым болғанымен дәмі өте сочный, жеңіл әрі керемет болып шығады. Сіздер жасап көріңіздер және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай картоп, помидор, огурцы, грудинка, жаңағы чеснок және кетчуп пен майонез қажет болады. Бірінші кезекте біз картопымызды осылай күштен өткізіп аламыз. Сіздер сәбізді күштен өткізсеңіздер де болады, менде бар осы. Және де оны салқын суға крахмалынан ажыратып жуып аламыз и кептіріп аламыз. Кептіріп алғаннан кейін осылай майымызды қызып тұрған табамызда майға осылай қуырып аламыз, қып-қызыл етіп, әдемілеп. Және де осылай грудинкамызды майдалап турап, оны да пісіріп алатын боламыз. Грудинкадан бөлек сиыр етінде қолдансаңыздар болады, фарш қолдансаңыздар болады, өздеріңіздің фантазияңызға байланысты қолдана бересіздер. Турап алып, бөлек ыдысқа осылай тұзымызды, приправаларымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мен гриль приправасы мен паприка қостым. Үйлеріңізде қандай приправалар бар, соларды қолдана берсеңіздер болады. Осылай жақсылап араластырып, қара бұрышты қостым. Дәмі керемет болады. Және қызып тұрған майымызға азырақ май құямыз. Осылай кішкене қуырыңқырап аламыз. Осылай жақсылап ағарғанша қуырып, кішкене сөлі жаңағы су бөлінгенше осылай бетін жауып бір қуырып алатын боламыз. Және де жұмыртқамызды, 2 жұмыртқа кетеді. Жұмыртқамызды осылай тұзын қосып, жақсылап араластырып, мұны да рулет сияқты турап алатын жаңағы пісіріп алатын боламыз. Мұны да лаваштың арасына қосатын боламыз. Міне пісіріп алдым. Енді огурцымыз бен помидорымызды майда етіп турап алатын боламыз. Осылай ұзынша етіп турайсыздар. Майда болғаны жақсы, жеген кезде де өте нежный, сочный болып тұрады. Жұмыртқамызды осылай орап, рулет сияқты турап, содан кейін соусын дайындайтын боламыз. Майонез бен кетчупты араластырып, бір чеснок болмаса жарты чеснок салып, осылай жақсылап араластырамыз. Чеснокты міндетті түрде қосыңыздар, себебі дәмін өте керемет қылады. Міне біздің салмаларымыз дайын. Енді лавашқа бәрін жайғастыратын боламыз. Мен магазиннен лавашты алдым. Сіздер егер үй жағдайында жасайын дейтін болсаңыздар, мен осында видеомда басында осы ссылкасын қалдырып кетемін. Үй жағдайында лаваш дайындаудың түрін, жаңағы рецептін дайындап қойғанмын. Осылай бірме-бір, бір шетінен ортасына салмаларын салып шығатын боламыз. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер, себебі жаңағы үйде жасалған тағам бәрібір халал, жаңағы сочный, свежий, күшті болып шығады. Мен мысалы сырттан тамақтануларыңыз келмесе, осылай үй жағдайында жасауға да болады. Фастфудтың тағамынан еш жер кем емес, дәл сондай дәм болып шығады. Міне осылай видеодағыдай әдемілеп орап аласыздар. Мен 2 лаваш істедім. Екіншісінде дәл біріншісіндей жайғастырып шығамыз.
лавашты магазиннен алам десеңіздер, срогына міндетті түрде қараңыздар. Свежий болғаны абзал, әйтпесе ол жыртылып кетуі мүмкін. Және де осылай қызып тұрған табамызға лавашымызды қып-қызыл етіп басыңқырап үстінен лопаткамызбен қызартып осылай аударып аламыз. Хрустящий болып, сочный болып шығады. Міне менің үй жағдайындағы лавашым дайын болды. Менің семьяма өте керемет ұнады. Сіздер жасап көріңіздер және маған лайк, комментарий білдіріп қолдап кетіңіздер.